Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ, 3-ші сабақ. Менің күн тәртібім. Бірінші тарау, өзім туралы. Үйде. Оқушылар, бұл өлеңде оқушының үйдегі күн тәртібі туралы айтылған. Ал енді мен сіздерге өлеңді суретпен түсіндіруге тырысамын. Үйде. Бас қатырып есепке, шаршадық-ау десек те, келе сала мектептен, құламаймын төсекке. Оқушы мектепте есеп шығарып, қаншама шаршаса да, үйіне келген кезде бірден төсекке жата қалмаймын дейді. Яғни өзінің күн тәртібі бойынша жұмыстарын атқарады. Сабағым бар ойымда, міндетім бар мойында. Лақтыра сап сөмкемді, кетпеймін мен ойынға. Оқушының ойында әркез сабағы тұрады екен. Мойнында міндеті, яғни өзінің жұмысы бар екен. Мектептен келе сала сөмкесін лақтыра салып ойынға кетпеймін дейді. Дәлелді айтып көрінген, жөн болама ерінген, орындаймын алдымен тапсырманы берілген. Оқушы үйге келгеннен соң ерінбей үй тапсырмасын орындаймын дейді. Үйдің іші толған іс, апама бұл алданыш, дайындалып болған соң берем оған қолғабыс. Оқушы үй жұмысын жасап болған соң апасына көмектеседі екен. Үй тірлігіне көмектеседі екен. Сонан соң барып, рұқсатпен ойнауға барады екен. Көрдіңіздер ме оқушылар? Өлеңдегі оқушының үйдегі күн тәртібін суреттедік. Қалай ойлайсыздар? Бұл оқушы тәртіпті оқушы ма? Әлде тәртіпсіз оқушы ма? Әрине, тәртіпті үлгілі оқушы екен. Сіздер де мектептен келе сала үй тапсырмасын орындайсыздар ма? Және үй ішіне көмектесесіздер ме? Комментарийге жазып кетіңіздер. Мен оқитын боламын. Сіздермен болған Суретті әдебиет каналы. Суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.